Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз қарын қосылған салат әзірлейміз. Бұл салатты көбінесе үлкен кісілер ұнатады. Салат өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қарнымызды аршып, жақсылап жуып тазалап аламыз. Сосын лимон қышқылы қосылған суға салып, 10-15 минут ұстаймыз иісін кетіру үшін. Енді суық суға салып шамалы тұз қосып, қайнатып пісіреміз. Орташа 2 сәбізді үкіштен өткіземіз. Жуаны тураймыз. Екі болгар бұрышын ұзыншақтау қылып тураймыз. Үкіштен өткізілген сәбізге өз талғамымыз бойынша қант және тұзды қосып, жақсылап мұжимыз. Мен жарты шай қасық қант қостым және жарты шай қасық тұз қостым. Бір шай қасық сірке суын қосамыз. Жарты ас қасық кориандр. Және сарымсақтың 3 тісшесін майда үкіштен өткіземіз. Кориандр мен сарымсақтың үстінен қайнап тұрған сұйық майды құямыз. Барлығын араластырып, бетін жауып қоямыз. Isып тұрған майға жуаны салып қуырамыз. Туралған піскен қарынды қосып қуырамыз. Суы тартылғаннан кейін болгар бұрышын қосамыз. Өз талғамымыз бойынша шамалы тұздаймыз және қызыл бұрыш қосамыз. Екі қиярды тураймыз. Үстінен дайын болған сәбізімізді қосамыз. Және қуырмамызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Өз талғамымыз бойынша ас көк қосамыз. Мен укроп қостым. Сонымен қатар кинза және көк пияз қосса болады. Мінекей достар, бізде өте дәмді және өте әдемі салат шықты. Осындай салатты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді және қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыздар.